Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі тақырыбымыз Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық жалпы бөлімдегі сабақтарымызды талқыладық. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз қылмыстық жауаптылық және оның негіздері деп аталынады. Бүгінгі қарастыратын сұрақтарымызда бірінші жоспарда бірінші қарастыратын сұрақ бұл Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 4 бабында қарастырылғандай қылмыстық жауаптылықтардың негізі деп аталынады. Сонымен бірге міндетті түрде қылмыстық жауаптылыққа жататын адамдар бұл 15 бапта, сонымен бірге есінің дұрыстығын жоққа шығармайтын психикасы бұзылған адамдар қылмыстық жауаптылығы. Ең соңында 4-ші сұрақты қарастыратынымыз бұл масаң күйде қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдардың қылмыстық жауаптылығы деп қарастырамыз. Ендеше біз осы мәселедегі бірнеше кодекстегі тоқталған баптарға тоқтала кетсек. Естеріңізде болса, 1997 жылы кодексте де осы баптар бірнешесі қарастырылған болатын. Сонымен бірге 2014 қабылданған қылмыстық кодексте осы қылмыстық жауаптылықтың негізі 4-ші бапта қарастырылған. Ендеше өздеріңізге белгілі болатындай, қылмыстық жауаптылық дегеніміз не? Осы бойынша тоқтала кетсек. Қылмыстық жауаптылық дегеніміз не? Қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасау, яғни осы кодексте көзделген қылмыс не қылмыстық теріс қылық құрамының барлық белгілері бар іс-әрекеттер қылмыстық жауаптылықтың бірден-бір негізі болып табылады. Міндетті түрде дәл сол бір қылмыстық құқық бұзушылық үшін ешкімді де қылмыстық жауаптылыққа қайталап тартуға болмайды. Қылмыстық заңды ұқсастығы бойынша қолдануға да жол берілмейді. Бір жаза үшін, бір қылмыс жасаған үшін қайта-қайта жазаға қоса беруге де болмайды. Яғни бізде қылмыстық процесте бұл жерде көмекке келеді. Қылмыс жасаған болса, қылмыстарды біріктіру, немесе қылмыстардың оқиғасы бөлек болуына байланысты қылмыстарды бөлектеу деген бірнеше баптар бар. Тәжірибеде де қолданылады. Осы жөнінде бірнеше баптар қарастырылған. Осыған байланысты, мысалы үшін, міндетті түрде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 15-ші бабында Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 15-ші бабында қылмыстық жауаптылыққа жататын адамдардың бірнеше жастары, бірнеше баптар қарастырылған. 15-ші баптың бірінші бөлігінде қылмыстық құқық бұзушылық жасаған уақытта 16 жасқа толған есі дұрыс жеке тұлға қылмыстық жауаптылыққа жатады. Егерде қылмыс жасаған адамның есі дұрыс болмайтын болса, бұл жерде қылмыстың құрамы болмайды, бұл қылмыс деп танылмайды. Демек, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 15-ші бабында қылмыс жасаған уақытта 14 жасқа толған адамдарға байланысты бірнеше баптар қарастырылған. Бұл яғни екінші бөлігінде. Соның біріншісі ерекше бөлімдегі 99-ші бап, денсаулыққа ауыр зиян келтірген үшін 106-ші бап, және де 107-ші баптың екінші бөлігі, зорлағанға байланысты 120-ші бап, зорлық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттер 121-ші бап, адам ұрлаған үшін 125-ші бап, 173-ші бап, 174-ші бап, соған байланысты 177-ші бап, президенттің өміріне қол сұғушылық 178-ші бап, диверсия бұл да аса ауыр қылмысқа жатады 184-ші баптар. Енді ұрлықтың екінші, үшінші, төртінші бөліктері мал ұрлау, екінші, үшінші, төртінші бөліктері, тонауда да екінші, үшінші, төртінші бөліктері, қарақшылық баптары 192-ші бап, қорқытып алушылық бар 194-ші баптың екінші, үшінші және төртінші бөліктері 14 жастан басылады. Сонымен бірге ауырлығы мән-жайлар кезінде автомобиль немесе өзге де көлік құралдарын жымқыру мақсатынсыз құқыққа сыйымсыз иеленіп алған 200-ші баптың екінші, үшінші, төртінші бөліктері 14 жастан басылады. 202-ші баптың екінші, үшінші бөліктері, 203-ші бап, екінші, үшінші бөліктері, 255 терроризмге байланысты болса, терроризмді насихаттаған үшін, оған жария түрде шақырған үшін 256-ші бап, 257-ші бап, бірінші, екінші бөліктері, террористік іс-әрекеттерді қаржыландырғанына байланысты экстремизмге дем берушілік деген бап бар. 258-ші баптар, 261-ші бап, адамды кепілге алу деген,
269, 273 бап, мысалы үшін, көрінеу жалған хабарлама, терроризм болып жатыр деген. Жаңа қаруды, оқ дәрілерді, жарылғыш заттарды, жарылғыш құрылғыларды жымқырған не қорқытып алғаны 291 бап, ауырлататын мән-жайлар кезінде бұзақылық жасаған үшін 293 бап, яғни хулиганствоның екінші, үшінші бөліктері, есірткі заттарға байланысты қорқытып алғаны 298 баптар, 314 бап, мысалы екінші бөлігі, және де көлік құралдары немесе қатынас жолдарын қасақана жарамсыз еткен үшін 350 баптар осы қылмыстық жауаптылыққа жататын 14 жастан басталған осы қылмыстар жауаптылыққа тартылады екен. Сонымен бірге үшінші бөлігі, егер кәмелетке толмаған адам осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген жасқа толған болса, бірақ психикасының бұзылуына байланысты емес, психикалық дамуының жағынан артта қалуы салдарынан қылмыстық құқық бұзушылық жасаған уақытта өзінің әрекеттерінің немесе әрекетсіздігінің іс жүзінде сипаты мен қоғамға қауіптілік толық көлемде ұғына алмаса, не оларға ие бола алмаса, ол қылмыстық жауаптылыққа жатпайды. Түсінікті ғой, төртінші бөлігінде тоқталайық. Қылмыстық құқық бұзушылықтар жасаған адамдар шығу тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге, көзқарасына, сеніміне, қоғамдық бірлестіктерге қатыстылығына, тұрғылықты жеріне немесе өзге де кез келген мән-жайларды қарамастан заң алдында тең екендігі ескертіліп өткен. Сонымен бірге, 16 бапта да міндетті түрде оның өзінің есінің дұрыс еместілігі немесе қоғам қауіптілігін ұғына алмаған, оларға ие бола алмаған адам қылмыстық жауаптылыққа жатпайтынын ескертіп кеткеніміз дұрыс 16 бапта. Одан кейінгі қарастырылатын сұрақтарымыздың бірі бұл есінің дұрыстығы жоққа шығарылмайтын психикасын бұзылған адамдардың қылмыстық жауаптылығы еді. Оның бірінші бөлігінде қарастырғанымыздай, қылмыстық құқық бұзушылық жасаған уақытта психикасының бұзылуы салдарынан өзінің әрекеттерінің іс жүзіндегі сипаты мен қоғамға қауіптілігінің толық көлемде ұғына алмаған, не оларға ие бола алмаған есі дұрыс адам қылмыстық жауаптылыққа жатады деп қарастырылған. Екінші бөлігінде есе есінің дұрыстығы жоққа шығарылмайтын психикасының бұзылуын сот жаза тағайындау кезінде жеңілдететін мән-жай ретінде есепке алады, және осы кодексте көзделген медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын тағайындау үшін негіз болады. Ал жоспардағы қарастырылған ең соңғы сұрақтарға тоқтала кетсек, бұл 18 бап. Масан күйде қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдар қылмыстық жауаптылығы деп қарастырдық. Есіңізде болса, тарихта немесе жаңалықтарда болғандай, көптеген осы масан күйінде қылмысқа барып, тойларда төбелес, біреуге ауыр дене жарақат немесе орта дене жарақатын, жеңіл дене жарақатын, кейбір жағдаяттарда адамның өліміне, көлік жағдайында абайсызда адамды қағып өлтіріп кетуі, осы көп субъектісі есі дұрыс және де мас жағдайында жасап қоятын адамдар екені ақиқат. Ендеше қылмыс кодексінің 18 бабына тоқтала кетсек, алкогольді, есірткі, психотроптық заттарды немесе басқа да есеңгірететін заттарды пайдалану салдарынан мас күйінде қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адам қылмыстық жауаптылықтан босатылмайды деп қарастырылған. Мемлекет өз азаматтарынан Конституцияда көрсетілген белгілі бір әлеуметтік талаптарды қатаң орындауды талап етеді. Оны орындамаған ретте азаматтарға заңда көрсетілген негізде моральдық немесе құқылық жауапкершілік жүктеледі. Құқылық жауапкершіліктің ішінде ең қатал түрі қылмыстық құқық бұзушылық үшін жауаптылық болып саналады. Қылмыстық құқық бұзушылық жауаптылық мемлекеттің заң шығарушы органы арқылы қылмыстық жазалау қатерімен тыйым салынған қоғамға қауіпті кінәлі түрде істелген іс-әрекет үшін ғана белгіленеді. Адам қылмыстық жауаптылыққа істеген іс-әрекеттерінде қылмыстық заңда көрсетілген нақтылы бір қылмыстың құрамы болған жағдайда ғана тартылады. Мысалы, тонау, ұрып-соғу, денсаулыққа қасақана орташа зиян келтіру, бұзақылық, тағы басқа. Мұның өзінде қылмыстық жауаптылық оның іс-әрекеті нақты қылмыстық бұзушылық құрамын түзейтін қылмыстық құқылық нормалық кінәлі түрде ғана бұзғанда жүзеге асырылатын ескертетін жайт. Демек, қылмыстық құқық бұзушылық үшін жауаптылық бұл қылмыстық құқылық норманың бұзудың нәтижесі.
қоғамға қауіпті іс-әрекеттің көрінісі болып табылады. Қылмыстық құқық бұзушылық істелмесе, қылмыстық жауаптылық та болмайды. Қылмыстық құқық бұзушылық үшін заң бойынша жазалау қатерімен тыйым салынған қоғамға қауіпті іс-әрекеттер үшін қылмыстық жауаптылық тек ғана қылмыстық құқық қылмыстық істеу арқылы келтірілген зиянның көлеміне, қылмыстың жасау тәсіліне, кінәнің нысанына, қылмыскердің тұлғасына ерекшеліктерін еске ала отырып жүзеге асырылады.